Қайырлы күн, достарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өте жеңіл, әрі пайдалы, әрі дастарханның сәнін беретін баклажаннан салат жасайын деп жатырмын. Әдеттегідей сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. Егер менің видеом ұнаса, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лүпілдеріңізді баса кетсеңіздер дегім келеді. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды екенін айтқым келеді. Ол үшін маған бір баклажан, қияр, болгар бұрышы, көк жуа, сарымсақ және бір пияз қажет болады. Міне мен баклажанды турап алдым. Енді бұған кукурузный крахмал қосып, 2-3 қасық араластып, біраз қандай уақытқа қойып қоям. Енді қиярымызды турайық. Қиярды мен 2-ге бөлдім. Оны тағы да 2-ге бөлдім. Және оны қиғаштап ромбик қылып турадым. Өте әдемі көрінеді. Міне қызанақты да осылайша өте уақтамай 3 бұрыштап турап аламыз. Болгар бұрышында осылай кесіп алып, оларды да әртүрлі формада қиғаштап, 3 бұрыштап турайтын боламыз. Міне болгар бұрышында турап алдық. Ендігі кезек біз көк жуамызды әдемілеп кесетін боламыз. Мен көк жуанды осылай жіңішкелеп қиғаштап турап аламын. Міне менің көк жуам да дайын. Енді кезек сарымсағымызды күштен өткізіп, уақтап турап аламыз. Уатып аламыз. Және пиязымызды ірілеу қылып 2-ге 4-ге бөліп аламыз. Енді крахмалда тұрған баклажандарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Енді осы майға сарымсағымызды, пиязымызды жұмсарғанша қуырып аламыз. Оның үстіне болгар бұрышында жұмсарғанша ғана 1-2 минут қуырып алатын боламыз.
Енді қоспамызды дайындайық. Мен өсімдік майына соевый соус, бальзамический соус, жарты қасық тұз алып, бәрін араластырып жатырмын. Және бір қасық паприка алдым. Осылай әбден жақсылап араластырып аламыз. Енді үлкенге ұтысқа туралған көкөністеріміздің бәрін салып, оның үстіне қуырылған баклажанымызды салып, және болгар бұрышын пияздарымызбен саламыз. Содан кейін қоспамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, бір 10-15 минутқа қалдырамыз. Әбден қоспасы, дәмдеушілері сіңгенше. Міне менің салатым дайын болды. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басуды, пікір қалдыруды, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріп тамашалағандарыңыз үшін алғысым шексіз.